Бүгін олар келетте біздің сериалдардағы боғауыздарды алып тастайды. Ертең келетте жаңағыдай сериалдардағы, кинолардағы политика туралы әзілдеріңіз ұнамайды деп оларды алып тастайды. Сосын бір күні біздер оянсақ, әлем өте дұрыс, бәрі удобный, бәрі сыпайы, әдепті, яғни бәрі сондай бір тіссіз нәрсе болып көрініп тұрады да, шыны керек. Яғни бәрі тек қана ыржиып, тек қана дұрыс сөздер айта бастайды. Сондай өмірде өмір сүргіңіз келе ме сіздің? Ойлап қараңыздар. Мен мысалы жоқ. Маған шынайылық керек, маған зұлымдық керек, маған жақсылық керек, маған боғауыз керек, маған жақсы сөздер керек. Және де менің ойымша, үлкен жастағы адамдар не қарау керек екен, не тыңдау керек екен, не оқу керек екен, өздері шешу керек деп ойлаймын. Маған няня керек емес, қасымда отырып, сен мынаны істе деп айтатын. Ал енді вот такие у нас пироги. Рустем Омаровқа сәттілік тілегім келеді. Не сдавайся, только вперед. Ал бізге өз басымызбен ойлап, мына бізге келіп тұрған нянькаларды на все три стороны жіберуіміз керек. Өзіміз ойлап, өзіміз не қалаймыз, соны істеуіміз керек деп ойлаймын. Ал енді сіздің шерет комментарияға жазып кетіңіздер, бұл жағдай туралы жалпы не ойлайсыздар? Бұл шынымен халық туралы ойлап тұр ма, жағдай қамқорлық жасап тұр ма, әлде бұл бір какой-то бір дешевый хайп па, яғни өзіне очко жинау ма? Соны жазып кетіңіздер комментарийге. Егер менің айтқандарыммен келіссеңіздер, лайк, подписка, яғни осы нені дамытайықшы YouTube каналда. Тағы бір айта кететін нәрсе, осы жылдың соңына шейін 1000 подписка жинағым келіп тұр. Сол жағдайда маған монетизация қосылады. Ал монетизация қосылса, контенттің шығуы жиі болады, қызықты болады. Яғни маған бұл үлкен мотивация болар еді дегенім ойында баяғы. Ал менімен тікелей эфирде сөйлескіңіз келсе, Twitch және TikTok каналымда тікелей эфир күн сайын почти жүріп жатады. Соғанда ссылка арқылы өтіп тіркеліп кетсеңіздер де болады. Ол жерде біздер көбіне ойындар ойнаймыз, әртүрлі темада әңгімелер айтамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Сендер самый лучшийсыңдар ғой, короче. Давай, көрісеміз.